Сәлем қыздар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Мен сіздермен бүгін омлетный мясной рулеттің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге сыр қажет. Сырымызды теркамыздың майда жағынан өткіземіз. Мендегі сыр кома сыры. Өте керемет сыр. Сырымызды өткізіп болғаннан кейін жұмыртқаларымызды қосамыз. Содан кейін 3 қасық манный крупа және 100 грамм майонезді қосамыз. Шым-шым тұз және кішкене краситель қосамыз. Кондитерский магазиндерден алсаңыздар болады. Бұл краситель сұйықтыққа түскеннен кейін сары әдемі түс береді. Енді осы сұйықтығымызды жақсылап араластырамыз. Енді осы сұйықтығымызды пергаментке орналастырып, қызып тұрған 180 градус пеште 5-10 минут шамасында пісіріп аламыз. Сыр пешке түскеннен кейін тез піседі. Соған назар аударып, пештеріңіздің градусына мән беріңіздер. Ал енді начинкасын дайындауға кірісейік. Менде 2 рет өткізілген май қосылмаған фарш және мен пиязды ұсақтап турап кішкене майға қуырып суытып алдым. Дәміне қарай тұз, бұрыш қосып жақсылап араластырамыз. Фарш пен пияз бірігуі қажет. Біздің омлетіміз пісіп шықты. Енді осылай суығанға дейін орап қоямыз. Енді омлетімізді фольгамызға жайғастырамыз. Менде Талгон фирмасының фольгасы болғандықтан мен бір рет ораймын. Егерде сізде басқа фирманың фольгасы болса, 2 рет орауға кеңес беремін. Өйткені олар жұқа болып келеді. Омлетіміздің арасына начинкамызды орналастырғанда қатты басып жібермеңіздер. Омлеттеріңіз жыртылып кетуі мүмкін. Енді осылай жан-жағын ашып қалдырамыз. Дәл осы видеодағыдай бір тегіс етіп, қысып арасында ауа қалмайтындай етіп орап шығамыз. Ауа қалып кеткен жағдайда рулеттің ортасы ашық болып піседі. Сол үшін барынша қысып орау қажет. Фольгамен ораған кезде екі жағынан қысу арқылы жақсылап орап аламыз. Алдын ала қыздырылған 180 градус пеште 35-40 минут аралығында пісіріп аламыз. Рулетіміз пісіп шыққаннан кейін бөлме температурасында суытып алып, холодильникте 3-4 сағат көлемінде мұздатып алып барып кесеміз. Рулетіміз дайын. Осы рулеттен 25-30 штуктай шығады. Дастарханға басқа рулеттермен араластырып қойсаңыздар, дастарханға сән береді. Үйде жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Алдағы уақытта басқа рецепттермен міндетті түрде бөлісетін боламын. Сіздермен болған Айнұр. Қош сау болыңыздар.